Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультетінің аға оқытушысы Нұрлан Берікбайұлының шеберлік сағаты өтті. Толығырақ әріптесім Гүлжайнар Серікқызы баяндайды. Бүгін филология факультетінің аға оқытушысы Нұрлан Берікбайұлының шеберлік сағаты өтті. Қандай тақырыптар қозғалды, қандай мәселелер айтылды, оны мен Гүлжайнар Серікқызы баяндаймын. Филология факультетінің студенттері аға оқытушыдан тәлім-тәрбиемен қатар араб тілін қосымша үйренуде. Нұрлан Берікбайұлы Қарашаңырақ Казгуда оқып өзі сабақ беретін филология факультеті араб бөлімін тәмамдаған. 25 жылдан астам уақыт шәкірт тәрбиелеуде. Бар, бірінші араб жазудың графикасын үйретеміз. Одан кейін барып төте жазуды үйретеміз. Төте жазудың ішінде әуел жадидті, одан кейін барып қадым жазуларды үйретеміз. Сол арқылы барып біз төте жазуға кешірім сұраймын. Көне жазу ескерткіштерді оқуға мүмкіндік аламыз. Шәкірттер ұстаздарының біліктілігіне, білімділігіне қарап бой түзейтіндерін, шабыт алатындығын алға тартты. Туралы пікірім өте көп, шыны керек. Мен дәл ағай секілді маман бізге беретініне қатты қуаныштымын. Себебі ағайға қарап біз білімнің мол екендігін, сонымен қатар бірнеше тіл білетіндігіне мен шыны керек шабыттанамын, және ағай секілді бірнеше тілді білгім келеді. Сонымен қатар осы орайда айтып кететін жайт, ағайдың студенттермен деген коммуникациясы өте керемет. Нұрлан ағай жайлы пікірлерім өте көп және жақсы деп айта аламын. Себебі ағайдың әсіресе дәріс кезінде, онымен қоса семинарда сабақ беруі өте ерекше. Дәрісте айтатын ақпараттары өте тың. Сабаққа қатысты өзіміз алдын ала дайындалып келсек те, бұған дейін көрмеген, білмеген өте қызықты ақпараттарды жеткізеді. Әсіресе байланысы, студенттерді түсіне алуы, бір-біріне қарым-қатынасы өте жақсы. Нұрлан Берікбайұлымен жақынырақ сұхбаттасып, жас буынға тіл үйрену оңай жолдарының қыр-сырымен бөлісті. Қазір заманда Құдайға шүкір, енді бәрі бар ғой. Қазір мысалы арнайы осы мен көріп жүрмін. Көптеген араб тілін игерем десең, алфавиттен бастап, яғни әліппеден бастап, сөйлеу дәрежесіне дейін жеткізетіндей қазір кітаптар өте көп шығып жатыр. Қазір заманда негізі тілді еркін игеретін заман ғой. Кез келген тіл, қай тілді үйренем десеңіздер, сол тілді игеретіндей мүмкіндіктер жасалған. Елімізде осындай білікті дара ұстаздардың бары бүгінгі репортажымыздың басты түйіні. Білімнің шамшырағы болған ұстаздар еңбегі ел ертеңінің кепілі. Гүлжайнар Серікқызы, Ұдана Жетпісбайқызы, Алматы.